ханның кеңесшісі болған Асан Қайғының баласы Абат деген кісі бар. Сол кісінің құрметіне қойылған ба сонда Абат Байтақ деп? Басқа белгілі адамдардан кімдері бар? Қасиетті адамдардан? Ол ішінде жетеді, әдемі құлпытастарға суретке түсіңдер. Основной мақсат табын тарақты жылқысы, қожалар бар ішінде. Шекпен тілеу қалақтар бар, Жабалбайлы бар, Тама бар, Қарайған батырлар бар, Асау Барақтың баласы жатыр. Олсо біздегі Сейсем ата сияқты үлкен комплекс қорым болып тұр ғой да сонда? Ол айтайын деп тұрдым мен, иә. Панчен осы Ақтөбе облысының кілең мықтылау дүрлер жатыр ғой. Керемет, керемет. Мына елді мекеннің аты қалай аталады қасындағы осы? Бұда дейтін ауыл сол Қобдадан бері қарай оңтүстік шығысқа қарай бір 25-20 шақырым. Мына жақта Терісақтан дейтін ана өзеніне өттік, баяғы Маңғыстаудан Бегантар Қойбасбастан 300 үйді осында көшіп, Терісаққанның бойынан еңбекші Адай деген совхоз құрып, Адайдың ауылы болған жаңа Терісаққанның бойында. Ол қанша шақырым бір жерден? Көпірден өттің ғой Терісаққан дейтін жер. 3-4 шақырым жерден. Жерлері күшті. Рациялар сөндіреміз жігіттер. Ассалаумағалейкум. Нағашың жары. Көптен кепсең бе бұл? Таңғы 7:30. Біз ерте тұрып жайлап дайындалып жатырмыз жолға. Мен Фархат деген бауырымыз Ақтөбеден келді. Салқын дала, жел. Біз қашан бір 4-5 жыл бұрын Нұрлан екеуміз келдік мұнда. Абат Байтаққа. Сонда бір жарты құлпытас оқылмай қалды. Соны енді бүгін толтырамыз деп Нұрлан ане алайып қалды. Ал құрметті мына Алтын Орда Үшқиян атты ғылыми экспедицияның мүшелері, жетекшілері, мына Арайлы Алтынбек Ақтөбе өңіріне қош келдіңіздер. Оның ішінде мына бүгін мына орта ғасырдан келе жатқан Ақтөбе облысының имиджі болып табылатын Абат Байтақ деген қорымда тұрсыздар. Енді өзіңіз жылда осы ғылыми зерттеу экспедициядан шығып жүрсіздер. Бұрындар көріп жүрген шығарсыздар, мынау қорымда бұрын алдыңғы жылдар қоршау болған жоқ. Соңғы кезде осы зерттеулердің нәтижесінде осындай нелер бұл қорымға үлкен назар аударылып, қазір қоршалды. Анау 2013-те түнегей салынды. Одан қалды мінекей биыл осы жылы облыс әкімі Оңдасын Сейілінің қолдауымен осында мына қорымға дейін жол салынып, тоқтартылады электр желісі. Сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы бұл емес, Ақтөбе облысында басқа да ескерткіштер өте көп. Жалпы Ақтөбе облысында мемлекеттік тізімге алынған 859 ескерткіш бар. Соның 9 республикалық ескерткіш, 850 жергілікті маңызы бар ескерткіш. Сол 9-ның ішіндегі республикалық деңгейде қорғауға алынған бірі де бірегейі осы Абат Байтақ деген мавзолей. Жалпы енді жұмыстарыңызға сәттілік. Әрқашанда осындай зерттеуден болашаққа ата-бабамыздан қалған мұрамызды болашаққа жеткізуде жұмыстарыңызға әрқашанда сәттілік тілеймін. Осындай тек зерттеу жұмыстары бола берсін әрқашанда. Жалпы Ақтөбені әрмен қарай анау хан моласы деген қорым бар, ар жағында Арғызда Алматтамы деген 6 күмбезді 20 адам жерленген кесене жатыр. Оған да амандық болса жолдарыңыз түссін. Осы зерттеу жұмыстары жалғаса берсін.
Мынау Лукужан берді ме? Жан берді. 848 деп тұр. Табын руы Сармантақ тайпасы Идрис дейді. Жендібай ұлы Уфат дейді. Ана жерде цифрасы кетіп қалған. 47 жасында 1866 жылы. Сармантақ. Жоқ. Жылымен аяқталды. Табын Табын руы жылқышы тайпасы Сармантақ аймағы дейді. Жармағамбет деген ғой. Жармұхаммед Жүндібайұлы Уфат 67 жасында 1889 жылы дейді. Жаздырды балалары деп тұр. Хайымхан дейді. Табын руы жылқышы тайпасы Кедейқұл бөлімі Науше баласы Жұмағұл Уфат 49 жасында 1865 санада. Баласы Дұжынбай дейді. 1800 1865. Табын руы Әшбек тайпасы дейді. Бәйтеке дейді. Ойлажан оқың. Жұман ұлы Уфат 84 жасында. Бәйтеке баласы Мұхаммед Сопы дейді. Жаздырды баласы Мұхаммед Сопы. Табын руы жылқышы тайпасы дейді. Кедейқұл аймағы Құлша бөлімі Көшен. Баласы Бектас Уфат дейді. 24 жасында. Және Шүнке баласы Құлтас Уфат 5 жасында. Қойды інісі Жантас дейді. 1871 жылда дейді. Шүрен руы Аман тайпасы Бектас дейді. Ана жер кетіп қалды. Бірдеме Ұлжан бәйбіше дейді. Қара кесек. 4 қарада осындай таңба салмай ма? Қара кесек руы Бай Ақтөбе кім еді? Қара кесек руы Тайтай тайпасы. Тайпасы Тоғанас баласы Меңдіғожа Уфат 45-сінде. Яздырды баласы Елчібек 1267 санада дейді. Қижыра жылының. Тайтай бар екен, а? Әдемі құлыптас екен. Кете дейді. Кете өлтірген дейді. Алла рахмет қылсын. Не үшін өлтірген? Кете өлтірген дейді. Мынау әрткі сал жіберетін не ғой? Ондайда салуға болмайды ютубқа дейсің ғой. Қара кесек руы Қонақбай тайпасы Тайтай бөлімі. Тайтай бөлімі. Қалай оны? Сеңбай немесе Реңбай. Реңбай баласы Мұғалбай. Уфат 71 жасында. Екі қырғаяты мұны? Қазір. Иә, 71 жасында. 1860 жылы яздырды баласы Кінәзбай рухына фатих. Кеңесбай емес пе? Қара кесек
Қаракесек, Алтай. Дубаш оғлы дейді. Дубаш оғлы, Уфат. Болды 1800. 29 сәнада дейді. 68 жасында. Біне қылдырды баласы Қошеке мырза дейді. Ол Құлтай кердер дейді. Қожа кесі деймін мен. Қуандық Нүркебай баласы. Қазбай марқұм 57 жасында. Шешесі күміс Сүмбіледі айдың аты 1817 жылда қылдырды баласы 90 мырза. Шүрен Жаман Шүрен ұруы. Қалай болды мынада ескі Жаман Шүрен шектілі ұры ішінде әлде баласы Қанбет би Уфат 66 жасында. Баласы Есқара мырза жаздырды дейді. 1841 сән. Шүрен Аман тайпасы Асабай бөлімі Бек баласы Достілеу дейді. Уфат 21 жасында. Абас Байтақ деген үлкен қорым. Мынандай биік құлпытастар бар. 220 құлпытас бар дейді. Соны 200-і оқытылған, бірақ жария етілген жоқ. Соны бізде де сұрақ бар. Неге мемлекеттен ақша бөлінеді, оқылады, бірақ жарыққа шықпайды? Кердері ғой, я? Жарты ұруы. Жарты болғанда Шүрен шығар, жарты ұруы. Ожан баласы Лепестің хатыны тойлық дейді ғой. Уақ Жәткезбай қызы дейді ғой. Уфат 71 жасында 1831 жылы. Мизанның 14-ін Мизан болғанда қыркүйек бар. Мизанның 14-ші үйімінде қылдырды ұлы Мұрынша мырза дейді. Еледім бұлда. Нұрлан Абызұлы, Ақтөбе өңіріне қош келдіңіз. Енді менде Рахмет. бір қатар сұрақтарым бар еді. Ең әуелі осы экспедицияның мақсаты мен бағыты туралы айтып кетсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Негізгі бағытымыз мына 1-2 айдан бері осыны жоспарлап, Алтын Орда 3 қиянатты танымдық экспедиция деп атауын солай қойдық. Өйткені Алтын Орданың өткен жылы 750 жылдығы болды. Пандемияға байланысты өтпей қалды. Содан 3 қиян дегеніміз енді сірә осы Алтын Орда кезіндегі асан қайғылардың, басқа да ақын жыраулардың Мұрат Мөңкеұлының осы батыс аймаққа теңеп айтып кеткен жер екен 3 қиян деп. Сондықтан осы батыс аймақты сондай тарихи мәдени ескерткіштердің сакралды киелі орындарын түгел аралап және барлау, сосын көне құлпытастарды мынау қазіргі табиғаттың әсерінен ұшырап жазулары кетіріңкіреп, желге мүжіліп, желіне эрозияға ұшырап жатқан күйі бар. Өйткені 200 жылдан астам, 150 жылдан астам уақыт өтті. Келе-келе бұлардың бәрі құлайды, жазылып кетеді. Сондықтан қазіргі мақсатымыз осы жазуларын, эпитафияның бәрін
суретке түсіріп сақтап қалу негізгі мақсатымыз. Содан осы сакралды киелі орындарының бәрін түгел түсіріп сұхбаттар алып, әр өңірдің өзінің өлкетанушыларымен танысып, әр өңірдің өзінің тарихи деректерін, мәліметтерін елге жариялап насихаттаса, кейінгі жас ұрпақтарға болашаққа мынау патриоттық сезім беретін, рух берсін деген мақсатта жүрміз. Негізгі мақсаты. Сосын әлеуметтік желілерден, Instagram, Facebooktардан мұның бәрін таратып, жариялап отырамыз. Екінші сұрақ, осы экспедиция барысында қандай да бір зерттеу әдістерін қолданып жүрсіздер ме? Қандай зерттеу әдістерін қолданып жүрсіздер? Енді зерттеу әдістерін қолданғанда ешқандай құралдарымыз жоқ, ғылыми зерттейін десек. Оны өзіміздің кәдімгі хоббиіміз, осы елдік, азаматтық шаруа болғасын өзіме борыш деп санаймын. Менің негізгі осы жұмыстарым сол эпитафия, тастағы басылған жазба жазуларды түсіріп, хатқа түсіріп, кітап қылып шығару. Бұдан артық енді қандай құрал керек? Құралымыз енді фотоаппарат қой енді қазіргі. Енді тағы бір сұрақ қойсам, ескерткіштердің сақталуы туралы тағы бір кеңірек айтсаңыз. Қандай шаралар қолдану керек бұл ескерткіштер сақтау үшін болашақта? Біріншіден енді бұл ата-бабаларымыздан сақталып қалған мұра ғой. Бұл мұраны қалай болғанда да сақтап қалу дегеннен шығады ғой енді. Бұл ескерткіш, мысалы мінекей, бір тұтас тастан қасап жазды. Оған қазір 200-ден астам уақыт өтті. Бұны біріншіден ескерткіштерді анықтау керек. Анықтағаннан кейін комиссияға ұсыныс жасап, мемлекеттік қорғауға алу керек. Содан қорғауға алынғаннан кейін әрбір ескерткіштің аумағын түгел қоршау керек. Қоршамаса мынаған малдар сүйкеніп құлатады. Сосын енді үлкен маңызы бар осындай күмбезді тамдар болатын болса, Абат Байтақ ұқсаған. Соның бәрін бұрынғыша қалпына келтіріп, реставрация жұмыстарын жүргізсе, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, кітаптар шығарылса, бұның бәрі сол қорғауға жатады ғой. Сөйтіп қорғауымыз керек. Біріншіден сол ескерткішті анықтап, қағазға түсіріп, түгел сызба өлшемдерін, крокаларын алып, генпландарын жасап, сосын құжаттандыру паспорттарын жасап, есеп карточкаларын жасап, бұның бәрін мұра ретінде сақтап қалу. Енді тағы бір соңғы сұрағым, жалпы осы Ақтөбе облысының осындай киелі жерлердің туристік әлеуетін қалай бағалайсыз? Енді аралап көру керек біріншіден. Қазір енді мен осы Ақтөбе облысының Ойыл ауданы мен Қобда ауданы ғой, осы екі ауданда болып жатырмыз. Енді мынау Абат Байтақ дейтін бүкіл батыс емес, енді бүкіл Қазақстанға айтуға болады, ең ерекше қорымдардың бірі. Тіпті батыс емес, Қазақстан аймағындағы аналогы жоқ ең керемет құлпытастардың озық үлгідегі нақышталған, ою өрнектелген, тіпті ана жазуының өзі қандай керемет сауатты адамдардың жазғанын көрсетеді. Тіпті бұл ескерткішті ЮНЕСКО тізіміне алып кеңінен насихаттау керек. Туристік әлеуетін кеңінен насихаттау керек. Сосын енді әрине бәрі қаражатқа тіреледі ғой. Бірінші әрбір ескерткішке туристік объект деп санайтын болсақ, оған логистика инфраструктурасы болу керек. Жол тартылу керек, байланыс телефондар болу керек, қызметтік сервистік услугалар болу керек. Енді басқа да енді қазір осыдан кейінгі бағытымыз қазір осы Қиыл өзені менен Ойылға қарай қиылысатын жеріне дейін барамыз. Сол Исатай батырдың басынан, содан Ойыл орталығы, Ойыл ауданындағы Көкмешіт пен Көкжардың жәрмеңкесі ғой, енді баяғы ата-бабаларымыздың маусымдық жәрмеңкеге келетін жері. Соның бәрі үлкен керуен сарай жолдың бойында, керуен жолдың бойында. Осылардың бәрі кеңінен насихатталса, өзіміздің ішкі туризмді дамыту керекпіз. Бірақ оған сол жаңағы айтқандай үлкен осы насихатталу керек, құрал саймандар керек сияқты, жаңағы мана айтқан. Қазіргі мына озық үлгідегі ғылыми технологиялар, ғылымның технологиясы дамыған заман ғой. Сондықтан оған біріншіден жаңағыдай QR-кодтар қойылу керек па, жаңағыдай әлде қалай еді әлгі мына
бетке бір маска киіп ішіне тереңінен кіріп кететін аты қалай еді соның? 3D форматта да, 3D тур форматта кіріп бақылап, соның бәрін сайттар жасалса, орталықтар жасалса, Ақтөбе облысының территориясы үлкен ғой, ескерткіштердің бәрі шалғай орналасқан, оған жол жоқ, инфраструктура жоқ. Сондықтан қазіргі таңда осылай насихаттауымыз керек. Мына технологияның дамыған заманында 3D форматта түсіріліп, сайттарға жүктеп, кеңінен насихаттап, кез келген адам сол сайтқа кіріп 3D форматта әрбір ескерткішті көруге не болады? Жол табады дегенім ғой. Содан кейін барып әрине адам келуші саны көбейе бастаса, онда сол туристік әлеуетімізді онда көтере беруіміз керек. Жаңа қызметтік сервистер салынып, оған адам бекітіп, соны таныстыратын орталықтарын ашып дегендей сияқты. Бір енді Ақтөбе облысының ескерткіштері өте керемет екен. Маңғыстаумен, Оралмен, Атыраумен салыстырғанда сізде енді мына құлпытастар өте озық үлгіде жасалған екен енді. Керім әйдік. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет. Мынандай ерекше құлпытас бар.